менің Диана Влог атты YouTube каналымдасыздар. Және бүгінгі алғашқы видео спортивный рубрикамен басталады. Егер сіздер менің Instagram парақшамнан емес, жаңадан осы видеоны көріп, жаңадан осы каналға келіп отырсаңыздар, міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен бөлісетін барлық нәтижелерді, видеоларды жіберіп алмас үшін. Нәскиге бармай-ақ ма? Мына жерде қызым жүреді, если видеода қызым мешать етпейтін шығар енді, назар аудармай қойыңыздар. Мен сіздер сияқты үйде отырғанмын. Сондықтан балам иногда кадрда жүреді. Яғни біз приспосабливаемыз дейді ғой. Үйде отырсақ та, баламен жүрсек те ыңғайлы уақытты күтпей, қазір бастайын деп шештім. Әйтсе қашанғы жүремін. Мен уже YouTube канал ашам дегенмен 1 жыл болды. Представляете, 1 жыл. Рахмет Аяла, керек емес. Қазір өзімнің мынау денемдегі пішіндерді өлшеп, соны көрсеткім келіп отыр. Мінекей менің проблемам ол мына жерден былай қарағанда көрінбейтін шығар, типа фигурам, типа жақсы деген сияқты, типа бәрі жақсы деп ішінде тартып жүруге болады, в принципе, көзді жұмып. Но мен өзіме ұнамайтын нәрсе, қазір көңіл толмай уже мен үшін шектен шығып жатқан нәрсе бар, ол міне бұл мына жерін тартып алғам. Негізінде бүйтіп босатса, ішіне бос таптырып, осындай параметр. И бока чуть-чуть, да? Негізі қатты емес, былай кішкене. Бұл менде ешқашан болмаған. В принципе, бала босанғаннан кейін мынау бока кішкене көп болған. Бірақ қазір уже кішкене нормальный болды, но мынау живот деген прям масқара болып тұр. Вот осыны идеально плоский, әдемі, ровный қылдырым керек. Хотя бы. И мен өзіме мақсат қойдым. Идеально ровный, плоский живот. Яғни де прессмен, кішкене накачанный. Яғни өзім көңілден шығатындай мақсат қойдым. Ол 4-ші. Аяла не істеп жүрсің? Аяланы 2 жасқа толғанда, яғни 4 ноябрьда менің ішім плоский болу керек, пресс болу керек, сондай әдемі көңілден шығатындай болу керек. Ал осы айға, осы августқа мен мына кішкене жырлардан құтылуым керек. Күнделікті жаттығу жасап, кішкене болсын нәтиже көрсетуім керек. Және мен тіпті жаттығу жасаған кезде мен бүгін жасап көрдім. Өзімнің жаңағы сіздермен бөлісетін жаттығулар жасағанда кәдімгідей қиналдым, представляете, бір ағаш сияқты сезіндім өзімді. Настолько денем уже әбден пластичность бәрі кеткен. Негізі кезінде бимен айналысқан, биге баратынмын, растяжка жасайтынмын. И соны қалыпқа келтіру керек, яғни тонусқа келуім керек. Және оны сіздерге дұрыс көрсете білу үшін менің қазіргі нулевой деңгейдегі қалай жаттығу деңгейім қандай екенін көретін боласыздар. Осыны видеоға түсіремін, қалай жаттығу жасап жатқан. Соны көресіздер, сосын әр апта сайын менің прогрессімді видеоға түсіріп отырамын. Яғни 1 айда менде 4 видео болу керек. 4 видео болу керек. Ол растяжка, ішті кетіруге байланысты, пресстің жаттығулары, өте қиын жаттығулар. Одан кейін көздің жаттығуларын бөлсем, мен көзіме көңіл бөліп жүргеніме 2 апта болды. Одан кейін растяжка, пресс, көз. В принципе, осы. Енді менің ішімді өлшеп жіберейік. Ол үшін мына нәрсені жинап тастау керек. Мынау өлшейтінен өлшеп жіберу керек. Мына өлшегіш, тігуге арналған өлшегішім. Менің кітабымды алып алды, қыз. Бірінші белімді өлшейін, белім қандай екен қазір. Сосын сіздерге көрсетемін. Белімді өлшейіп. 73 дейді. 73. Ол менің белім, ал менің ішім. Ішімнен айырылу керек конкретно. Бос только. Видите? 90. Ужас. 90, представляете? Вот осындай менде жағдай.
Outer space. Алдында түсірген кадрға айып етпеңіздер. Басым түспей қалыпты. Қайтадан түсіргім келген жоқ. Сол қалыпта қалай берсем, қайтадан түсіретін уақыт жоқ. Сіздерге уәде беремін, алдағы уақытта менің видеомның сапасы міндетті түрде жақсы болады. Просто бұл жерде мынандай мудрый цитатамды айта кетейін. Бір нәрсе бастасаң, 5-ке бастаймын деп ұмтылма дейді. 3-тен баста, одан кейін оны 4-ке қарай түзет, одан кейін оны 5-ке жеткіз дейді. Яғни мен өзім табиғатымда сондай перфекционистпін да, бір нәрсе бастасам, обязательно идеально қылып бастауым керек. Либо мен вообще еш нәрсе бастамаймын. Вот осы маған қатты кедергі жасайды да өмірімде. И осы перфекционизм жеңген кездерде менде күшті проекттар, күшті жұмыстар, күшті жетістіктерге жетіп жатамын да. Ал егер перфекционист болып отыра берсем, менің жұмысым ешқандай жұмысым өнбейді. Сондықтан осы жолы да перфекционист болмай, қазір қандай қалыптамын, қазір қолымда қандай жаңағы жағдайлар бар, сол жағдайларды қолдана отырып бастап жатырмын. Бұл жерде бастысы бастау, бастысы іс-әрекет жасау, иә. Сондықтан бұл менің шешімім дұрыс деп ойлаймын. Және менде энтузиазм да толып тұр, желание да үлкен. Мені қолдайтын инстаграмда парақшада қыздар да бар. Сіздер міндетті түрде комментарийларды жазып бөлісіп отырыңыздар, өйткені мен үшін бұл өте маңызды. Енді мен видео түсіремін, иә. Растяжка жасап жатқан видео, яғни мен жасайтын жаттығулардың видеосын көрсетемін, қандай видеолармен жасаймын, және соны өзім қалай жасайтынын жасаймын, көрсетемін. Бір аптада бір рет, одан кейін пресстің жаттығуларын, қалай жасап жатқанын көрсетемін. Одан күнде пробежка жасауға тырысамын, оны мен стористар бөлісіп, сақтап отырам. И может быть, нарезка жасап, видеоға да қосып қоятын шығармын, типа отчет ретінде, что мен жүгіріп отырдым, типа жүгіруге шықтым деп. Одан бөлек бір видео жасаймын, көзге арналған жаттығулар жайлы, қалай жасаймын, қандай видеоларды көремін, сол бойынша болды. И бір айға осындай цель 4 видео жасау спортивный рубрикамен байланысты. Содан кейін міндетті түрде сіздермен нәтижемен бөлісемін. Ал енді мынау параметрларымды видеоға фиксировать ету үшін соны полный обзормен көрсеткім келіп тұр. Так, мына сбоку осылай, ішіне ішім, шеттері салбыраған, артынан қарағанда осындай, артынан көрініп тұрған шығар майларым, алдынан қарағанда осындай майлар. Осы мұжыр-мұжыр майлар менде болмау керек. Все, вроде барлығын айттым ба. Мен пресс качать ететін, в общем, бірінші аптадағы видеоны, бірінші аптада мен пресс жасап атқанды, сосын кейін жасап атқанды, пока әзірге түсірушім болып. Айнала түйіспе, штативқа. Бірақ қазір шпагатқа отыру деңгейді түсіргім келіп тұр, чтобы сіздер көретіндей, что мен действительно шпагатқа отыру. Айнала қайдан баратсың? Аяла түйіспеші! Тез түсіріп тастайын қазір мені. Осындай шпагатқа отыру керек. Аяқ майыспау керек. Ой! Міне мен шпагатқа отыру деңгейім қазірге осындай. Одан артық мен ойлай отырмын.